Сәлем достар, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы босану кезіндегі дұрыс емес тыныс алу техникалары, яғни қалай тыныс алмау керек. Егер тақырып өзекті болатын болса, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Жалпы босану ол жүктіліктің соңғы аялдамасы. Яғни жүктілік босану процесімен аяқталады. Сіз қалайсыз ба жоқ па босану кезеңінен өтуіңіз қажет. Жалпы босану процесі ол 3 кезеңнен тұрады. Яғни бірінші кезең толғақтың шынайы толғақпен басталып, жатыр мойны, яғни шейканың 10 см көлемінде ашылуы. Егер шейка толығымен ашылмаса, бала дүниеге келмейді. Келген күннің өзінде сізге қандай да бір травмалар, яғни разрывтер, жарақаттар алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл кезеңнен аман есен өтуіміз қажет. Екінші кезең ол шейканың толық ашылғаннан бастап баланың дүниеге келу кезеңі. Үшінші кезең енді біздің жатырда баладан бөлек баланың досы, яғни ұрық жолдас бар. Сол ұрық жолдасын дүниеге келу кезеңімен аяқталады. Осы 3 кезең толығымен бітсе, онда босану кезеңі аяқталды деген сөз. Бірінші және екінші кезеңдер, бірінші кезең толғақ. Бұл толғақ кезінде міндетті түрде сіз дұрыс алу техникасын білуіңіз қажет. Егер дұрыс алу техникасын білмесеңіз, онда сіз өз-өзіңізге қиындық тудырасыз. Босанудан кейінгі асқынуларға алып келуі мүмкін. Ең жиі кездесетін асқыну бұл жатыр мойнының, жыныс ағзаларының жыртылуы және де басқа да асқынулар бар. Бірақ ең қорқыныштысы, көп жүктілерді қорқатыны осы разрыв. Яғни дұрыс алу техникалары осы разрывтың алдын алуға көмектеседі. Ал екінші кезең ол күшену кезеңі. Шейка ашылды, баланың дүниеге келуіне ешқандай кедергі жоқ. Сіз ең бастысы баланың сыртқа шығуына көмектесуіңіз керек. Қалай көмектесеміз? Яғни күшену арқылы. Бұл күшену техникасында дұрыс білгеніңіз абзал. Егер дұрыс емес күшенетін болсаңыз, онда балаңыз кедергілерге ұшырап, жыныс жолдары арқылы, онда балаға қауіп төндіруіңіз мүмкін. Яғни бұл қарапайым тілмен айтсақ емтихан. Ал кез келген емтиханнан сәтті өту үшін алдын ала дайындықты қажет етеді. Сондықтан бірге дайындалайық. Жалпы бірінші кезеңдегі, толғақ болып жатқан кезеңдегі дұрыс емес тыныс алу техникасы ол белсенді тыныс алу. Яғни дұрыс алу техникасын білмесеңіз, көптеген жүкті қыз-келіншектер босану кезінде бет алды, әйтеуір тыныс алып, тынысты тез шығарсам болды деп, демді алып, қалай болса солай шығарып, немесе қалай болса солай тыныс алып, дем шығаруды білмей жатады. Бұның барлығы біздің тыныс жатыр мойны шейканың дұрыс емес ашылуына, немесе созылған босану процесіне алып келуі мүмкін. Ең дұрыс тыныс алу техникасы ол терең тыныс алып және терең тыныс шығару. Егер осы техниканы жақсы білетін болсаңыз, реттеп алатын болсаңыз, онда босану кезінен толғақ кезінде жақсы өтуге көмектеседі. Екінші бұл айқайлау. Яғни көп қыз-келіншектер роддомға барған кезде перзентханаға басқа қыз-келіншектердің айқайлағанын естіп, қорыққаннан, немесе ауру сезіміне шыдай алмағандықтан бірден айқайға басады. Түрлі дыбыстар шығаруы мүмкін. Яғни кейде жасанды дыбыстар шығуы мүмкін. Бұның барлығы сіздің босану процесіне кедергісін тигізеді. Себебі айқайлаған кезде біздің барлық өзіңіз байқасаңыз тамағыңыз қарылығып, яғни тамақтағы бұлшықеттер, денеңіз, аяқ-қолыңыз барлығы не істейді? Тырысады. Сәйкесінше біздің организмімізде бұны сезіп, бірден жатырдың шейкасы да, яғни жатырда тырысады. Яғни ол ашылудың орнына керісінше тырысып, жиырылып қалады. Бұл да баланың дүниеге келуіне кедергі жасайды. Шейкаңыз ашылып болмайды. Шейка ашылып болмаса, сіздің босану кезеңіңіз ұзара түседі. Ал ұзарған сайын, жатыр жиырылған сайын ауру сезімін шақырады. Яғни толғақ уақыт өткен сайын басылудың орнына ауру сезімі сәйкесінше күшейе береді, бірақ шейка ашылмаса, бәрібір бала дүниеге ерте келмейді, сіз қанша қалап айқайлағанмен. Сондықтан айқайға баспай, сабыр етуге тырысыңыз. Келесі қателік ол күшену, яғни екінші кезең басталғанда баланы сыртқа қарай шығару кезде көмектесу барысында дұрыс күшенбеу нәтижесінде.
яғни көп қыз келіншектер 7-8 сантиметрге келген кезде үлкен дәрет қысқан сияқты сезім тудыруы мүмкін. Ол кезде міндетті түрде перзентханадағы дәрігерді, акушерді шақыртып тексертіңіз. Егер шейкаңыз толық ашылмаса, онда күшенбейміз. Егер күшенетін болсаңыз, баланы сыртқа шығаруға тырысасыз, ал шейка ашылмаған. Өзіңіз көз алдыңызға елестетіп көріңіз, дұрыс емес, қаптың аузы болсын, құтының аузы дұрыс ашылмай, сіз оны ішінен сығатын болсаңыз, ол басқа бір жерді тесіп шығуы мүмкін. Дәл сол сияқты, егер дұрыс емес, толық ашылмаса, сіз күшеніп жатсаңыз, бала ол барлық күшпен сыртқа қарай ытқып шыққан кезде, сіздің шейкаңызды немесе жатырды жыртып өтуі мүмкін жыныс жолдарын. Сондықтан осыны да ескеріңіз. Келесі ол қателік, ол толғақ арасындағы дұрыс демалмау. Егер естеріңізде болсын, толғақ ол басталған уақыттан бастап, толғақ аяқталған уақытқа дейін созылмайды. Яғни арасында сәл үзілістер болады. Ол сіздің организміңіз өз-өзіне келіп алсын, шаршап қалмасын деген демалыс үшін берілетін уақыт. Осыны дұрыс пайдалану қажет. Көп қыз келіншектер толғақ басталған кезден бастап тырысқаннан келесі толғақ басталғанға дейін тырысу үстінде болады. Яғни бұл дұрыс емес. Мысалға, сіз ойлаңыз, толғақ кезінде дұрыс тыныс алмайтын болсаңыз, организмге дұрыс ауа жетпейді, ал ауа жетпесе не болады? Мысалға, қан айналымы дұрыс болмайды, гипоксия болады. Дәл сол сияқты сіздің организміңізге де ауа жетпейді, балаға да ауа жетпейді. Бала тұншығуы мүмкін. Бұл кезде бала тұншығатын болса, бұл кесіртілігіне, яғни операцияға бірден-бір көрсеткіш болып табылады. Сондықтан сіз өзіңізді емес, баланы да ойлаңыз. Ал егер кесіртілігін жасайтын болса, онда ол операциядан кейінгі асқынуларға немесе ерекше күтімді талап етеді. Сондықтан естеріңізде болсын. Екінші, ол осы тыныс алуды дұрыс жүзеге аспайтын болсаңыз, мысалға көз алдыңызға жүрегіміздің қан айналымында дұрыс болмайтын болса, жүрекке ауа бармайтын болса, кислород не болады? Бізде ишемия болады, инсульт, инфаркт болуы мүмкін. Баста инсульт, ал жүректе қан тамырлар дұрыс болмаған кезде инфаркт болады. Дәл сол сияқты біздің маткамызда инфарктқа ұшырауы мүмкін. Қалай? Ауа дұрыс бармады, ол жерде қан айналымы дұрыс болмайды. Яғни инфаркт, инсульт алған кісілерде бірден не істейді? Сол жер жансыздана бастайды. Яғни қатты сыздаған ауру сезімі, еш нәрсемен басылмайтын ауру сезімі пайда болады. Дәл сол сияқты маткада да толғақ кезінде дұрыс тыныс алмаса, көп мөлшерде кислород болмайтын болса, онда бірден қатты сізге шыдатпаса ауру сезіммен көрініс береді. Сол кезде ауру сезімі арта түседі. Сондықтан барынша осы толғақ болып жатқан кезде жақсы дұрыстап тыныс алсаңыздар, ауру сезімі бірден-бірден басуға көмектесесіз. Екіншіден, сіздің жатырыңыздағы жаңағы ауа жетпеу процесінің алдын аласыз. Бұның барлығын білу үшін міндетті түрде алдын ала дайындықты қажет етеді. Сондықтан мен сіздерді, құрметті босанушы жүкті ханымдар, өзімнің жүктілерге жеңіл босану атты авторлық марафоным емес, курсым, яғни мектебіме шақырамыз. Марафон дегеніміз бұл курста біз ешқандай жүгірмейміз, біреумен жарыспаймыз, яғни біз жеңіл босануға дайындаламыз. Сондықтан менің мектебімде сіздерді күтемін. Егер қатысқыларыңыз келсе, төменгі описание бөліміне толық ақпаратта қалдырдым. Босанушы құрметті қыз-келіншектер, толғақтарыңыз жеңіл болып, аман-есен балаларыңызды құшақтарыңызға алуларыңызды тілеймін. Сау болыңыздар.